Қайырлы күн. Өте керемет бейнеден ертегін ұсынамын. Видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Дәл видеода да естесеңіздер, 2 жұмыртқа, 1 стакан сүт, 1 стакан ұн, 1 стакан қайнатылған су, сұйық май 2-3 столовый ложка, және де қант 50-70 грамм. Шым тоз қосамыз 2 жұмыртқаның үстіне. Содан қантты қосып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Осыдан кейін үстіне сүт қосамыз. Бір араластырып жүреміз. Осыдан соң ұнды қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Тертік болмау керек. Одан кейін қайнатылған су, қайнатылған қатты суды қосып тағы араластырамыз. Содан кейін шай қасықтың ұшымен немесе осындай қаттылтымай жарты қасық қосып, сода тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Содан кейін сұйық майды құйып, тағы бір жақсылап араластырып жүреміз. Осыны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан кейін табамызға отқа қоямыз. Табамызға жақсылап тұрып майды жағамыз. Осылайынан жұқалап жағамыз. Міне. Осылай керемет болып шығады. Содан кейін міне осындай жақсы болып шығады. Жұп-жұқа болып. Тестасын азырақ құямыз қамырын. Егерде көп құйсаңыздар қалың болып кетеді. Осылайынан пісіріп аламыз 2 жағын. Қазір көрсетем қандай болып шығатынын. Міне осындай керемет болып шығады. Жұп-жұқа тесік болып. Міне осындай болып шығады. Көрсетіп жүрейін. Міне осындай. Весидің ешқандай қажеті жоқ. Егерде азырақ істейтін болсаңыздар, шай кесемен, бітті кесемен істесеңіздер де болады. Оның да өлшеп керек жоқ. Қатты қою да болмайды, сұйық болады. Пісіріп көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Қош сау болыңыздар. Каналыма тіркеле кетіңіз.